Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен тез сөзін басқаша айтудың 10 тәсілімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сөздік қорды байытудың бірден бір тиімді тәсілі сөздердің синонимдері мен түрлі нұсқаларын қолдану. Бүгінгі материалымда тез деген сөзді басқаша атаудың жолдарына тоқталамын. Келесі тақырып қазақ тілінде көпшілік білмейтін жануарлар атауларына арналады. Сондықтан каналыма тіркеліңіздер. Бар қызық менің каналымда. Тез сөзін басқаша айтудың тәсілдері. Жылдам. Тез сөзінің синонимі. Көбіне іс-әрекетті сипаттайды. Мысалы, жылдам жүру, жылдам сөйлеу. Әп-сәтте. Бір сәтте, көзді ашып жұмғанша деген тіркестер осы сөздің мағынасын білдіреді. Демде. Өте тез орындалған іс-әрекеттерге осы сөзді қолдана аласыз. Дереу. Бұл сөзді де тез сөзінің орнына қолдана аласыз. Жедел. Бұл сөзді көбіне анықтауыштық мағынада қолданады. Мысалы, жедел жәрдем, жедел хат. Заматта. Бұл сөзде әдеби сөз болғанымен, көбіне белгілі бір аймақтарда қолданады. Лезде. Бұл сөзді де тез сөзінің орнына жиі қолданамыз. Шапшаң. Бұл сөзді көбіне іс-қимылға қатысты қолданады. Мысалы, шапшаң қимылда. Шұғыл. Бұл сөзді маңызды хабарларда, көп күттірмейтін істерде қолданады. Мысалы, шұғыл жауап беріңіз. Іле-шала. Екі іс-әрекетті бірінен кейін бір-бірден орындаған кезде осы сөзді қолданамыз. Мысалы, ол шыққан соң іле-шала мен де шықтым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.